Үйлеріңе бөлшектеп қайтарам. Еркебұлан Тоқтар жігіттерге қатаң ескерту жасады. Қазақстанға келген шетелдік стримерлердің басы дауға қалды. Тікелей эфир барысында олар қазақстандық қыздарды қорлайтын пікірлер айтып, сол сәттің видеосы әлеуметтік желілерде кеңінен тарады. Бұл туралы sn.kz ақпарат порталы хабарлайды. Жазба қоғамда қызу талқыланып, желі қолданушыларының қатаң сынына ұшырады. Осыған байланысты Алматыда ресейлік стримерлер Анар Абдуллаев пен Ренат Пашаев ұсталып, ұсақ бұзақылық бабы бойынша 15 тәулікке әкімшілік қамауға алынды. Аталған жағдайға қатысты дау әлі басылған жоқ. Көпшілік стримерлер қазақстандықтардан ресми түрде кешірім сұрауы тиіс деп санайды. Ал Threads платформасында этникалық әзербайжандар қазақстандықтарға қолдау білдіріп, болған жағдай үшін кешірім сұрап жазып жатыр. Бұл оқиғаға қазақстандық аралас жекпе-жек шебері әрі актер Еркебұлан Тоқтарда үн қосты. Спортшы алдымен қазақ тілінде үндеу жасап, кейін ресейлік стримерлерге орыс тілінде тікелей жүгінді. Жігіттер, мұндай жағдай менің елімде, менің жерімде тағы қайталанса, сендерді қол жүгімен аттандырамын, бөлшектеп жіберемін, сөз беремін, деді ол. Құрметті көрермендер, бұл жағдай көпшіліктің ашуын туғызғаны түсінікті. Қай елге барсаң да сол елдің халқын, әсіресе қыздарын қорлап сөйлеу мәдениетсіздік. Қонақ болып келген адам ең алдымен сыйластық танытуы керек. Әлеуметтік желіде отырып әзіл деп айтылған сөздің де шегі болады. Сондықтан заң аясында жауапкершілікке тартылғаны орынды шешім. Бұл біреуге өш алу емес, тәртіп бар екенін көрсету. Сонымен қатар, кейбір этникалық әзербайжандардың кешірім сұрап, қолдау білдіруі халықты отқа бөліп қарауға болмайтынын дәлелдейді. Бір адамның қателігі үшін тұтас ұлт жауапты емес. Ал енді эмоцияға келсек, ел намысына тиген сөз ауыр тиеді. Спортшы Еркебұлан Тоқтардың да ашумен айтқанын түсінуге болады. Бірақ мәселе күшпен емес, заңмен шешілгені дұрыс. Қорқыту, қатаң сөз айту жағдайды ушықтыруы мүмкін. Бізге ең керегі өз қадірімізді сақтап, мәдениетті түрде талап қою. Сонда ғана еліміздің абыройы биік болады деп ойлаймын.